Менің Сәбит ағамды барлығы уайымдап жатыр, оқырмандарымыз сұрап жатыр, WhatsApp-қа қаншама ағайындар жазып жатыр. Мінекей Дәуренбек қазір емдеп жатыр. Енді больницаларда бізде шара жоқ деп шығарды. Одан кейін осы жерге қазір ем алып жатыр. Кішкене бетіне қан жүгіріп, енді кешеден бері уже 12 литр сары су алып жатыр, Иә, 12. Жаңағы шелекпен алғанда өте көтере алмайтындай ауыр су ғой, соның барлығын қалай көтеріп жүргенін. Енді Құдай қаласа аяғын ісі кететін шығар, Иә, кетеді. Әзірге біз сана зәр шығатын дәрі салып жатқанымыз жоқ, әдейі. Қазір мына кеше қарнынан алып қой, жалпы 13 литрге жақын, кешеден бері 13 литрге жақын сары су алдық. Енді ар жағы 2-3 күннен кейін жаңағы интенсивный мотивированный препараттар салынып, кішкене мынау әкеттің бәрін кетіру үшін сіңіп тұр ғой осының бәрін кетіреміз. Бәрін қазір анау с учетом лабораторных данных қазір емін жасап жатырмыз. Протокол бойынша, стандарт бойынша. Одан бөлек өзіміздің разработанный методика бар, сонымен ем жасап жатырмыз. Күніне беті бері қарап келеді. Несі креатинин өте жоғары болған, айысты деген өте жоғары болған бәрі нормадан ойлама. Ол несі, мысалға, айысты 323 болған, 300-дің үстінде болған, қазір мінекей 63-ке түсті, біреу 146-ға түсті, 323-тен. Қазір барлық показательдері біртіндеп жақсы болып келеді. Креатинин 86 болды. Алдында 277 ма, 278 болған. Қазір несі, біртіндеп түсіп келеді. Несі, мынау общий анализ крови дейді ғой. Сол бәрі алдындасынан қайта әлдәләде жақсы болып, гемоглобин, эритроцит бәрі қалыпқа келді. Енді біртіндеп енді беті бері қарап келді. Қазір орнынан тұрып жүре алады, алдында жүре алмайтын жақсы. Менің түсінгенім, мен қаншамадан хабарластым да, бірақ барлығы диагнозын келеді басынан қажа деп келген ешкім өзінің больницасынан мысалға өлікті шығарғысы келмейді, аттарын жамағатты болғысы келмейді. Одан кейін де қорқады, сынадай ержүректікпен қандай ауырып келсе де алып жатсыз. Рахметіміз, алғысымыз шексіз. Сосын кейін қазір айтады ғой, мынау көбісі мынала көкіш керек екен, ананы жүрек, мынаны жүрек деп, бұл кісіге ондай болмайды екен, өйткені бұл кісіде тромб өте қатты. Тромб любой уақытта жарылып кетуі мүмкін да. Егер тромб болмағанда сары сумен былай емделгендер көп екен негізі. Шөптермен, бірдеңемен де. Бұл кісіге енді ондай іш салмаймыз, тек қана осы медицинаның көмегімен қазір емделіп жатыр. Бұл жерде бұл кісіде жаңағы цирроз печени, повторная гипертензия, тромб нижней полой вены с переходом почечной вены, плюс это ишемическая кардиомиопатия, инфаркт болған кісі, хронический застойный сердечный диссаж бар жүрегінде, сосын хронический почечный диссаж бар екі бүйректерден, сосын бұл кісіде аденома предстательный железі бар. Осы сияқты көптеген жағы нозология бар, аурудың түрлері. Сосын хронический гастродуоденит бар, эрозивный. Бәрі совокупностьте кеп, керекті дәрілерді салуға қолды байлайды. Соған біз орысша айтқанда бәрін тщательно жаңағыдай електен өткізіп, сараптамадан өткізіп, тиісті емін жасап жатырмыз. Мінекей беті бері қарап келе жатыр енді. Әлі жаңағы бұл 5-10 күндік емес, тағы уақыт көрсетеді, қанша күн ем алатынын біртіндеп бұл кісінің аяғына тұрғаны деген үміттеміз.